Ақтөбелік оқушылар Айбын республикалық әскери патриоттық жиында жүлделі орынға ие болды. Аймақтың намысын қорғаған алғыр жастарға құрмет көрсетіліп, салтанатты жиында Қорғаныс министрлігінен келген марапаттар табысталды. Салтанатты жиынды Жас Сарбаз клубының үрмелі аспаптар оркестрі ашты. Ал патриот жастары мен олардың жетекшілерін құттықтау үшін Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің және қоғамдық ұйымдардың ардагерлері, жауынгер интернационалистер арнайы келді. Айбын республикалық байқауы 2 жыл қатарынан онлайн форматта өтіп келеді. Өңір намысын қорғау үшін қала және аудандардан іріктеліп алынған 45 оқушы қатысты. Қарулы күштердің мәртебесін арттыру, болашақта отан қорғаушы жастарды тәрбиелеу және әскери патриоттық клубтарында тәрбиеленушілер санын арттыру болып табылады. Сайыс енді бірнеше турлар бойынша өткізілді. Жалпы оқушылардың нәтижесі көрсеткен жаман емес. Оқушылар белгілі бір дәрежеде жетістіктерге жетті. 4 оқушымыз Қорғаныс министрлігінің алғыс хаттарымен және медальдармен марапатталды. Жеткіншектердің әскери өмірге деген қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Осы орайда Айбын әскери патриоттық жиынының маңызы зор. Өскелең ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеп, болашақта отан қорғауға әзірлігін пысықтау үшін зор ықпалын тигізеді. Жарысқа қатысқан әр оқушының пікірі осыған саяды. Осындай жарыстар бізге керек, себебі Қазақстанға өзінің патриоттығын балдар сол жарыстар арқылы көрсете алады. Сосын балдардың сондай жаңа жарыстарға барып, спортқа қызығушылығы басталу керек. Бұл сайыс өте жақсы ұйымдастырылған және нәтижесін беретін жақсы байқау деп ойлаймын. Себебі бұл сайыстан әрбір оқушы, бала немесе өзінің отанына сүйу рухы пайда болады. Және де бұл сайыстан біз бір-бірімізбен бауырмалдық және достықты қалыптастыруға талаптандық. Жиында әскери патриоттық клуб мүшелері мен жетекшілеріне Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі атынан алғыс хат табысталды. Райгүл Еншібай, Гүлсезім Әбдіжәлел, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.